Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. 5-ші сынып қазақ әдебиеті. Бөлім тақырыбы отбасы құндылықтары. Сабақтың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтың өмірі, анасын сағынған бала әңгімесі. Оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын ашу. Сабақ мақсаты шығарма мазмұнын түсінеді, шығарманың тақырыбы мен идеясын ашады. Бағалау критерийлері шығарманы құрылысына талдайды. Шығарма құрылысына талдау жасап, көтерілген мәселелерді анықтайды. Тақырыбы мен идеясын ашады. Өте жақсы балалар. Егер өмірмен танысып болсақ, жылдарды оқиғалармен салыстырайық. 1945 жылы дүниеге келді. 1971 жылы қауын иісі жинағы шықты. 1997 жылы бүкіл одақтық жастар сыйлығын алды. Ой шақыру, ана туралы жыр әнін тыңдау. Мына сілтеме бойынша осы әнді тыңдайық. Және тыңдағаннан кейін ана туралы не үшін тыңдадық? Тынымбай Нұрмағамбетов анасын сағынған бала әңгімесіне бұл әннің байланысы бар ма? Сол сұраққа жауап береміз. Олай болса балалар, бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқиғаны баяндалу желісі бойынша реттілігін сәйкестендіріңіздер. Дескрипторы. Оқиғаларды ретімен орналастырады, әңгіме мазмұнын меңгереді. Олай болса, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқиға тау әдісі арқылы әңгіменің композициялық құрылымына талдау жасау. Өлеңге сюжеттік композициялық талдау жасау. Дескриптор. Сюжеттік дамуға сәйкес оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі шешімін баяндайды. Үшінші тапсырма. Кесте бойынша әңгіме тақырыбы мен идеясын ашу. Дескрипторы. Әңгіменің тақырыбы, идеясы көтерілген мәселені табады, бүгінгі өмірмен байланыстырады. Сабақты бекіту. Попус формуласы арқылы сабақты қорытындылайық. Әңгіменің идеясы туралы ойларыңды попус формуласы арқылы білдіріңдер. Дескриптор. Берілген тақырып бойынша өз пікірін айтады, мәтіннен дәлелдеме келтіреді, мысал келтіреді, сыни тұрғыда баға береді, өзіндік тұжырым жасайды. Рефлексия, бағалау бағдаршама. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, барлық мағлұматты меңгерген болсаңдар, жасыл түсті көтереміз. Егер де сұрақтарың болса, түсінбеген жерлерің болса, сары түсті көтереміз. Егер сабақ мүлдем түсініксіз болса, қызыл түсті көтереміз.